Сәлем қыздар, бүгін бізде өте жеңіл торт, бар жоғы 5 минут қана уақытыңыз керек. Ол үшін бізге пряник, банан және құймақ қажет. Пряниктерді турайсыз. Бір немесе 2 банан қолдансаңыз болады, дөңгелектеп турау қажет. Және өзіңіз қалайтын болсаңыз, изюм қоссаңыз болады, болмаса қандай да бір орехтің түрін қоссаңыз болады. Тереңірек ыдыс алып, осылай дайындап қойыңыз, және осының ішіне біз қазір тортты жинаймыз. Бір немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыз болады. Ол жақсылап сіңді пряниктерге, өте жұмсақ болып шығады. Сыртын құймақпен безендіресіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.